Кеш жарық барлығыңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ауыз ашып алдыңыздар, е? Қабыл болсын, қабыл болсын. Жаңа қанымдар, мен сіздерге айтып өткендей, сіздердің өздеріңіздің өтініштеріңіз бойынша сіздермен бірге біз бризель жасайтын болдық, е? Осы жерде жаңа прямой эфирде өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша жақсы мен жасап берейін дедім. Бағана сіздерге айтып өткендей, біздің жанымызда мясной отдел дейміз, ет сататын дүкен бар, балық сататын да дүкен бар. Құдай қаласа алдағы уақыттарда біз сіздермен бірге салат жасаймыз. Бағана жұмыстар, ремонттар жүріп жатыр. Құдай қаласа алдағы уақыттарда керемет мықты салаттар жасаймыз. Бізде жаңағы жеміс-жидек, көкөністер сататын дүкен ашылайын деп жатыр, е? Ол да бізге сіздерге берілген керемет мүмкіндік. Мінекей бағана сіздермен бірге бризель жасайтын болдық. Менің қолымда мінекей фаршым даяр болды. Және мінекей екі осындай әдемі пиязды аршып дайындап қойдым. Сіздерге бір ыңғайлы болсын деп, көп уақыттарыңызды алмас үшін. Және менің міне қолымда осындай 3 жұмыртқам бар. Және бұдан да көп жұмыртқа алып қойыңызға болады. Көп емес, ары кетсе бір 5 жұмыртқа сізге жеткілікті. Ал қанымдар, сіздермен бірге енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бризель дедік. Бризельдің қасына гарнир ретінде күріш қосуға болады, басқа да қосуға болады. Енді мен кішкене жаңағы картошка салып дайындап қойдым. Енді мына жерде де ораза ұстаған жан бар екен. Енді мен жаңа алдында сіздерге айтып өткендей, ауызашарға мен де дайындап үлгеремін деп ойлап едім. Енді оған өкінішке орай үлгермей қалдым. Сондықтан сол үлгергенімізше қазір сіздермен бірге жасап беретін боламыз, е? Жақсы, керемет. Мінекей жаңа фаршымызды алдық. Екі мынандай үлкен шағын пиязымыз бар. Енді сіздермен бірге бағана мен айтып өткендей, көп созбай, уақытымызды алмай жасай берейік. Мінекей бағана сіздерге мисреппеден де өткізуге болады пиязды, е? Немесе жаңағыдай мынандай немен қолыңызда бар болса, мұнамен көрпімен өткізуге болады. Көрпінің үлкен жағымен. Ал бастайық. Сосын бағана мен сіздерге сита дедім, е? Осындай ситаның ішіне салып қойып, кішкене суын тартқызып алуымыз керек. Міндетті түрде шұғылдатып, оны салмаймыз. Содан кейін кейде бастары бірікпей қалады. Кейде болады пияздардың мына жаңағы су, кей пияздар сулы болмайды, кей пияздар өте сулы болады. Әсіресе мисреппеден шыққан пияздар сулы болады. Сондықтан көп сөзбай ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Мінекей Гүл ханым, сіздің мына жазған неңізді шын айтайын, түк түсінген жоқпын. Орысша гапиринг дедіңіз ба? Орысша гапіратындар көп, жаным. Сол орысша гапіратын, біз қазақша гапіратын адамдармыз. Орысша парақшалар жеткілікті. Біздікі қазақша. Барымызша бізде өзбекше түсініп жатамыз ғой. Онша қиын емес. Сіздерден шамалы кішкене мүмкіндіктеріңіз жіберіп қалмаңыздар. Ал. Ханымдар, сіздермен бірге жаңа мен пиязымызды өткізіп алдық, е? Неке. Пияздың ішінде кішкене қарайғандары бар екен, оның бәрін алып тастадық. Енді бағана рахмет, Алла разы болсын, ханымдар, қаншайымдар. Бағана өздеріңізге айтып өткендей, пиязды бір сығып аламыз. Пиязды бір сығып аламыз. Түсінікті ғой, е? Енді мына біздің көрдіңіздер ме, қанша су мысалға. Бұл біз күштен өткізгесін осынша су шығып тұр. Если біз
мисрепкеден өткізетін болсақ, бұның 2 есе 3 есесі шығады. Мінекей, өткіздік. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Тұз, бұрыш, тұз, бұрыш қостық. Пиязымыздың барлығы жеткілікті. Шамамен өзіңіз көріп отырсыз ғой, бағана осы рецепті болады Лукарескіден де болады, Айнұр ханым, басқадан да болады. Тек мейлінше жаңағыдай біз құсап бір мынандай ситамен суын сырқытып алыңыз, сырғытып дейді, сарқытып дейді, енді өздеріңіз түсіндіңіздер ғой. Тұз, бұрыш қосылды. Егер мынау фаршыңыз, егер осыдан фаршыңыз кішкене азғантайлау болған жағдайда, міндетті түрде сіз кішкентай жұмыртқаны алыңыз. Егер үлкендеу жұмыртқа алып жатсаңыз, мынау фаршыңызға көп болып кетеді. Ол да сіздің мынау фаршыңыздың, бағана өзіңіз айттыңыз ғой, менің фаршым бірікпей жатыр деп. Сол сияқты фаршыңыздың бірікпеуіне әсер етеді. Түсінікті ғой, сондықтан мен мысалға мынандай кішкентай жұмыртқаны алдым. Егер бұл жұмыртқа маған үлкен болып тұрса, мынау одан қарағанда үлкендеу, көлемі. Мысалға жұмыртқалар кейде 50 грамм болады, 60 грамм болады, біреулер 70 грамм, 65-70 сол шамада болады. Ең кішкентайының өзі 45 сондай болады. Енді сіздерге ханымдар айтып жатырмын. Енді жаңағы кішкене мына жақта ораза ұстаған адам бар, бір кешігіп бір жақтан кеп деген сияқты. Сол енді әзірге біз шайын беріп, тамағын беріп, кішкене барынша беріп қойдық. Енді мынау бір үзілден ауыз тигіземіз дегеннен кейін мен кішкене асығып сөйлеп жатырмын. Ал енді неке жұмыртқамызды жарып алдық. Бағана сіздерге айтып өткендей, жұмыртқа егер көптеу болған жағдайда не істейміз? Бұның барлығын емес, мынаның жартысынан көбін құямыз, жартысынан көбін құйдық, менде мұнда қалпы жағылды. Бұл ең кішкентай жұмыртқа дегеннің өзі. Ал енді осының басын біріктіреміз. Көрдіңіз бе, басы бірікпей тұрған сияқты болып тұр, осының енді жақсылап басын біріктіреміз. Өте көп салсаң да, аз салсаң да басы бірікпей қалады. Өйткені бізде фаршта өте көп емес. Тұз, бұрыш салынды. Мен пешімнің астын қосып қойдым. Менде 500 грамм фарш, 180 грамм пияз, оның суын сығып алдым. Жақсы ғой, түсіндіңіздер ғой, суын міндетті түрде сығып аласыз. Және тұз, бұрыш қалғанға қарай. Болды. Жақсы. Жаңа өздеріңізге айтып өткендей, жақсылап біз фаршты араластырып алдық. Тұз, бұрыш салдық, пияз салдық, және жұмыртқа салдық. Ендігі кезекте біз сіздермен бірге мынау бір жұмыртқаны, не болмаса, егер экономить еткіңіз келсе, егер сіздің экономить еткіңіз келсе, бір жұмыртқаны аласыз да, 2 жұмыртқаның басын біріктіріп, соны 3 рет құюға болады. Түсінікті ма? Мен сіздерге түсіндіре алдым ба? Негізі бір үзілге мынандай бір тарелка кетеді. Осы бір тарелканың үстіне мынандай бір жұмыртқаны қолданамыз. Бір жұмыртқаны қолданамыз. Бір тарелканың үстіне бір жұмыртқаны қолданамыз. Қазір.
қолдың жұмыртқасы, сондықтан бұзылып кеткен жұмыртқалар ондай болады. Жаңағы айтып өткендей, мінекей бір жұмыртқаны қолданамыз, е. Оны осылай вилкамен жақсылап езіп аламыз. Сосын егер сіз жасайтын болсаңыз, негізі уақыт тығыз, енді барлығын уже бірінен соң бірін салуыңыз керек болады. Сол кезде сізге осындай 2 тарелка қажет болады. Сіз 2 тарелкаге 2 жұмыртқа дайындап қоюыңыз керек болады. Түсінікті ғой, е? 2 тарелкаге 2 жұмыртқа дайындап қоюыңыз керек болады. Ондай жағдайда сіз жаңағы менің айтып өткен жаңағы жұмыртқаны қалай экономить етеміз дедік қой. Мына жерге 2 жұмыртқаны құясыз. Сіз мысалға мына жерге бір жұмыртқаның целиком біреуін ғана құйдыңыз. Түсінікті ғой, е? Енді сіз мынандай бір ыдысты аласыз да, бір ыдыстың ішіне 2 жұмыртқаны құйып, өзіңіз осылай араластырып аласыз. Сосын осы 2 жұмыртқаны құйғаннан кейін осындай тарелканың ішіне сіз 3 тарелкаге бөліп саласыз. Экономия деген осы, мінекей. Кейде біреулері көресіздер ғой, Бризольдің бір несі жаңағыдай жұмыртқасы шығып, бір әдемі, бір керемет болып тұрады, е? Біреуінде жұмыртқасы аз сияқты, бір солай болып тұрады. Ол уже жаңағы кафелерде жасаған кезде жұмыртқаны кішкене экономдайды. Сондықтан, егер пышный болсын десеңіз, жоқ, осылай маған керек, менің жұмыртқам жеткілікті, мен ештеңені экономдамаймын десеңіз, міндетті түрде бір жұмыртқа бір тарелкаге жарайды. Мінекей, осылай араластырып қойсаңыз, осы менде мынаның ішінде бір жұмыртқа болды, еще кішкентай жарты жұмыртқа. Сонда бұл менде 2 тарелкаге жарайды, бір жарым жұмыртқа 2 тарелкаге жарайды. Ал егер сіз 2 жұмыртқа алсаңыз, онда сізге 3 тарелка дегеніміз 3 порцияға жарайды. Түсінікті ғой, мен сіздерге түсіндіре алдым. Алға қарай кеттік. Енді біз фаршымызды алдық, жақсылап араластырып алдық. Енді осы фаршты неки? Енді осы фаршты әдемілеп, жақсылап осылай ұрып аламыз, е? Неке. Ары қарай көлеміне байланысты, мысалға 150 грамм аласыз ба, 200 грамм аласыз ба, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша, мінекей. Тағы да бір екіншісін дайындап қойайық. Енді бізде асығыстық болып тұр, ал бірақ қанымдар бұны жасаған кезде міндетті түрде жаңағыдай мен жасағандай қылып жақсылап осының басын біріктіріп, осылай ұрып алсаңыздар өте керемет болады. Түсінікті ғой? Енді біз сіздермен мінекей ұнды жақтық. Ұнды жақтық. Енді осы дайындап алғанымызды ары қарай жаятын боламыз, е? Егер тағы да бір тағы бір жолын айтып түсіндіріп өтейін. Егер үйде жүргенде осыны бір алдын ала дайындап қойғыңыз келсе, міндетті түрде алдын ала дайындап қойғыңыз келсе, міндетті түрде салафанға салып, морозильникке қоясыз ғой, кәдімгі салафан болады ғой, қарапайым салафан. Сол салафанға салып, үстінен оқтаумен жаясыз. Ал жаңағыдай мен құсап қатты басып жібермейміз, жаймен ақырындап. Жаймен ақырындап
осылай жаямыз. Мінекей. Егер сковородкаңыз үлкен болса, үлкендеу қылып аласыздар. Бағана бризоль сұраған ханым қайда? Қарап отырма. Мінекей. Енді осыны алғаннан кейін осылай алып, мінекей, бұлай орап аласыздар да. Мынау біздің жаңағы өзіміздің сіздермен бірге дайындап қойған тарелкамыз бар ғой, сол тарелканың үстіне осылай саласыз. Мінекей. Қазір мен екеуін дайындап қояйын, өйткені екеуін дайындап қоймасақ, біреуі пісіп болғаннан кейін екіншісін салу керек болады да. Сол кезде бір кішкене арасы уақыт көп алып қалмас үшін сіздерге барлығын дайындап қояйын. Мінекей, екінші фаршым. Барлығы түсінікті ғой, ханым. Фарш осылай жайлы. Барлығы түсінікті ғой, сіздерге. Бірдеңе түсінбей жатырсыздар ма, бірдеңені байқамай қалдыңыздар ма, қай жерде қандай не көріп тұрсыздар, айта беріңіздер. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сіздер үшін көрсетіп жатырмын осы нені. Жаңа ғана ет дүкенге барып келіп, осының арасында сіздердің өтініштеріңіз бойынша дайындап жатқан жайымыз бар. Мінекей, бізде тапамыз қызып қалды. Қазір сіздермен бірге бастаймыз. Негізі жасағанда барлығын бір тапада дайындап алуға болады, барлығын бір тапада дайындап алуға болады. Егер жоқ, кішкене уақытым бар мен духовкада ары қарай жалғастырам деген жағдай болса, духовкаге бір 10 минутқа 180 градусқа қойып алсаңыз болады. Рахмет. Замира ханым, рахмет. Алла разы болсын. Ал енді біз сіздермен бірге көрініп тұр ғой барлығы, майымызды құямыз. Мінекей, майымызды құямыз. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша мен бұл эфирді сақтап қоямын, сондықтан тағы эфирді бір қарап алсаңыздар болады. Бұның алдында сіздермен бірге біз шелпек пісірген болатынбыз. Ол да осы сіздердің сұрауларыңыз бойынша жасалды. Екінші, қазір жаңа ғана ханымдар сол шелпек пісіріп жатқанда осы бризоль туралы сабақ болды. Мінекей, сұрап жатыр, сұрақ болды, сұраққа жауап беріп жатырмыз. Енді менің сіздерге бір тез арада жасалады бұл деп барлығын айтып түсіндіріп жатырмын. Көп сөз қылмай, соны мен сіздерге түсіндіріп, әрі көрсетіп, жөн-жосығын, жаңағы жай жапсарын барлығын түсіндіргім келіп, осы сіздерге жасап көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде осы парақшаның астына тіркеліп, ары қарай қарасаңыздар болады. Енді мен сіздерге бағана өзім обещать еттім. Енді соның арасында тек қана үй жағдайындағы тағамдарды сұрасаңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Ал бұлай жаңағы мерекелік тағамдарға байланысты, салаттарға байланысты, оның барлығы бізде ақылы. Сондықтан мен сіздерге тек қана үй жайындағы осы өзіміздің сіздердің сұрауларыңыз бойынша үй жағдайындағы осыны білгім келеді, мынаны үйренгім келеді деген осындай қарапайым асхананың тағамдарын сұрасаңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Жақсы, түсінікті ғой, барлығы. Мінекей, бізде майымыз қызып тұр.
тапамыз қызып тұр. Бағана сіздермен бірге ішінде бір жұмыртқасы бар, иә? Сосын мынандай салатын кезде бір осылай шетін бір осылай ашып алыңыздар. Өйткені егер тарелкаға жабысып қалған болған жағдайда, ол да сізге бір мешайт етеді дейді ғой, енді бір кедергі береді. Жабысып қалса. Ал бісміллә мінекей. Екінші бағана айттым ғой, иә, мына тарелканың ішіне екінші бағанағы сіздермен мына жерге қойып қойайын, сіздерге көрініп тұру үшін. Бағанағы біздің 1,5 жұмыртқамыз болды, иә? Мен астын басып қойып ұмытып кеттім ғой қосуға. Мінекей, бағана 1,5 жұмыртқамыз болды, иә? Сол 1,5 жұмыртқаның мынаның жартысын салып жатырмыз. Бағана экономия деген осы, мінекей, экономия деген. Ал экономдамағанымыз ол бізде мына жерге бір жұмыртқаға бір бризольге бір жұмыртқа кетті. Түсінікті ғой, иә, барлығы? Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Айта беріңіздер. Сізде қалай шығып жүр? Қай жерінде кемшіліктер болып жүр? Өзіңіздің кемшілігіңізді байқадыңыз ба? Табаға да өте көп май құймаймыз. Енді табаға бір 20 грамм, 18-20 граммның, 15-20 граммның көлемінде ғана құйдым. Егер тапаңыз өте үлкен болмаса, көп құймаған жөн. Жақсы, керемет ас болсын. Нұргүл ханым, міндетті түрде жасап көріңіз. Бізге сосын суретін жіберіңіз, жақсы ма? Кішкене жұмысы бір, енді котлетке қарағанда көптеу демесеңіз, былайынша енді кейде өткені бір бағанағыдай қатайып кеткен кезде, жаңағыдай жайған кезде біреуде шығады, біреуде шықпай қалады, иә? Сондықтан оны көбінесе бұл бризольді ауырсынып жатады қарындар. Сондықтан енді жұмысы көп деп жатады. Негізі бризоль өте әдемі, дәмді. Сосын жаңағыдай бұл бризольді бір торжественный қылып, әдемілеп, гүлдеп берсеңіз де өте керемет болады. Енді мен сіздерге қазір гүлді де көрсетер едім, бір керемет қылып. Оған мүмкіндігіміз шектеулі болып тұр. Өкінішке орай біздің қолымызда енді тек қана осы тез арада фарш қана табылды. Бағана міне сіздерге айттым ғой, мінекей біздің фаршымыз осыны осылай оқтаумен алып, сосын астында мінекей астын бір көтеріп аламыз дедік, е, жабысып қалмас үшін. Астын бір көтеріп аламыз, ары қарай мінекей осылай сала қоямыз. Түсінікті ғой, е? Үшіншіге мынау бізде бағанағы экономдаған жеріміз мінекей. Үшіншіге мінекей жартылай салынып жатыр. Келесі біздің үшінші бризольге, бризольге бізде жеткілікті.
күшті сақтаймын, иә. Сосын тағы да бір айта кететін жайт. Осы бір екеуден кейін пісіріп болғаннан кейін міндетті түрде мына сковородканы бір тазалап жіберіп отырыңыз да, майды қайтадан құйыңыз, иә. Өйткені мынау ұнның несі кішкене қарайыңқырап тұрады да, ол жаңағы тағамның бетіне шығып кетеді. Міне мында жоқ болса, мына жерде шығады. Үшіншісіге өте көп шығады. Сондықтан мынаның ішін бір тазалап тұру керек. Майды төгіп тастап, енді көп емес, кішкене ғана май бар бұл жерде. Майды төгіп тастап, міндетті түрде таза қылып отырсаңыздар, сіздің мына бризоліңіз әдемі керемет болып шығады. Мінекей ешқандай қиыны жоқ. Тез арада барлығы дайын болды. От қызып тұр, май қызып жатыр мінекей. Үшінші біздің бризолімізде қазір даяр болады. Мінекей бағанағы осылай оқтаумен алып, осының үстіне салып жібересіз. Керемет, мінекей майымыз қызды біздің. Сосын бағанағы айтып өткендей, мына жерде бір, өйткені бұның арасында тарелка жаңа емес, сондықтан мына жерге кішкене жаңағы жұмыртқа жағылған жері бар, е. Сондықтан бүйтіп осылай несін шеттерін бір-бір ашып-ашып жіберсеңіз, сонда сіздің мынау бризоліңіз әдемі болып түсетін болады. Жақсылап түсіндіре алдым ғой, е, сіздерге. Түсінбей жатқан жерлеріңіз бар ма? Міндетті түрде келесіде керемет әдемі тағамдар жасайтын боламыз, бифштекс жасайтын боламыз. Әрі Нұргүл ханым, рахмет, Алла разы болсын. Бифштекс жасайтын боламыз, оған әдемі гүлдер жасайтын боламыз, е, көкөністерден. Бағанағыдай емес, еті тап-таза, мінекей әп-әдемі. Бер жағы 3 минут, бер жағы 2 минут, барлығын пісіріп алдық. Енді ары қарай біз сіздермен бірге 10 минутқа 180 градусқа міндетті түрде духовкаға қойып аламыз. Ал егер духовкаға қойып алғыңыз келмесе, мынау пештің астын кішкене бәсеңдетіп қоямыз. Сөйтеміз де осының үстінде пісіріп аламыз, е? Мінекей бізде даяр болды. Өздеріңізге көрініп тұрса, мен осылай тек қана екіге осылай қоя салдым, екіге жаба салдым. Бұл қалай деп аталады? Книжка деп аталады, книжка есепті қоя салдым. Ал егер сіз жасағыңыз келіп жатса, әртүрлі қылып жасауға болады. Бұны орағаныз, рулет құсатып орасаңыз да болады. Тағы да былайынан тағы да үстіне орасаңыз болады. Әртүрлі. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді духовкаға бағанағы өздеріңізге айтқандай 10 минутқа қойып шығамыз. 180 градуста 10 минутқа қойып қойдық. Енді біз сіздермен бірге сол қазір дайын болатын тағамды әдемілеп, әсемдеп
әдемілеп, әсемдеп беретін боламыз. Ал ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Айтай отырыңыздар. Назира ханым, сәлематсыз ба? Қалай жасадық? Оның барлығы осы біздің осы парақшада осы сабақ сақталатын болады. Міндетті түрде жақсылап қарап шығыңыз. Барлығы түсінікті. Сұрағыңыз болса, осы парақшаның астына сосын кейін жазып жіберсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз бар болса, жасап жатсаңыздар, міндетті түрде суретін жіберіңіздер бізге. Өтінемін. Қазір енді сіздермен бірге кішкене бір 7-8 минут күте тұрамыз. Біздің тағам даяр болады. Оны әдемілейміз, әсемдейміз. Бағана айтып өткендей, мен жемістерден сіздерге әдемілеп жасап берем деп ескерткен болатын. Өкінішке орай ондай бізде мүмкіншілік болмай тұр. Міндетті түрде келесіде көрсетеміз. Бүгін енді барынша сәндейтін боламыз, е? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Айта беріңіздер. Мінекей, біздің пюре дайын болып қалған екен. Күрішпен жасауға болады, бризельді күрішпен беруге болады, пюремен беруге болады, крокетпен беруге болады, гратенмен беруге болады, әртүрлі овощной гарнирмен де беруге болады, рагумен, неше түрлі бізде гарнирлер бар. Қандай гарнир өзіңіз макаронмен береді, көбінесе асханаларда. Сіздерге көрсетеміз деп тез арада біз 3-4 картошканы қойып, әдемі бір осындай пюре шығарып, дайындап қойып жатқан жайымыз бар. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Бағана өздеріңізге айтып өткендей, сол әртүрлі өзіңіздің қалауыңыз бойынша гарнир жасасаңыз болады. Мінекей біздің гарниріміз дайын болды. Егер осындай пюре жасап жатсаңыздар, әсіресе балалар болып жатқан жағдайда міндетті түрде балаларға әдемі етіп жасауға болады. Өздеріңіз білесіздер, әсіресе мына кондитерский мешочектер бар ғой, кондитерский мешочектер бар, оның бетін аузында жаңа темірден әдемілеп гүлді жасайтын, жаңағы не деуші, торттың бетіне гүл салатын әдемі мешоктар болады, оның темірлері болады, әртүрлі. Сондай бар болып жатса, сонымен де берсеңіз болады. Ол енді сол жаңағы клиентті дейміз, немесе баланы
соны бір әдемі бір көңілін қуанту үшін әртүрлі қылып жасап беруімізге болады. Біздің тағам даяр болып қалды. Енді мен сіздерге болам, мінекей осындай бір көрсетейін деп, кешірім өтінемін, мынаның несі алынбай қалыпты. Көрсетейін деп осындай кетчуп алып қойдым. Қазір бұл осы кетчуппен әсемдейміз, және бізде майонез бар. Көңіліңіз қаласа, салыңыз, көңіліңіз қалмаса, салмасаңыздар болады. Қазір енді біз тарелкемізді дайындап алдық. Өте керемет тарелкемізді дайындап алдық. Ары қарай сіздермен біз әдемлеп осы пюрені әдемлеп сәндейтін боламыз. Мінекей. Ал біздің сәлеметсіздер ме, кеш жарық ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Пюреге не қостым? Пюреге тұз қостым, сүт қостым, және сары май қостым. Біздің тағам даяр болды. Өте керемет, әдемі, дәмді тағам. Міндетті түрде қазір оның қалай дайын болғанын, дәмі қалай көңілінен шықты ма сұрайтын боламыз, е? Жақсы, енді сіздермен бірге ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Завершающий момент. Неке. Бағана айтып өткендей, әркімнің өзінің қалауы бар, е? Әркімнің өзінің қалауы бар, е? Енді бағана біреулер енді жаңағы кетчуп жемейміз деп жатады, майонез жемейміз деп жатады. Негізі бұрын мешокпен дайындайтынбыз, мешокпен. Ал енді қолымызда барымызбен сәндейік, жақсы ма, қандар? Мінекей қанымдар, барлығыңызға ас болсын. Біздің бризольдің жасалу түрін өздеріңіз көрдіңіздер. Керемет. Енді тез арада дайындадық деп ойлаймын, өте көп емес, көп уақыт кеткен жоқ. Тез арада дайындадық. Енді мына жерге бір әдемілеп бір қызанақ, қияр, тағы не? Укроп, петрушка дегендер болып кетсе, өте тамаша болар еді. Сіздерге әдемі гүлдерді көрсететін едім. Ондай мүмкіндік болып тұрған жоқ, бірақ бризольдің қалай жасалу жолын сіздер көріп үйреніп алдыңыздар. Барлығыңызға ас болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Міндетті түрде осы видеоны парақшаға сақтап қоям. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, келесіде қандай жаңағы рецепт үйренгіңіз келеді, міндетті түрде